Музаммил сүресі. Рахман, әрі аса рахымды Алланың атымен бастаймын. Уа жамылғыға бүркенген елшім, қане тұр да, ұйықтап тынығуға арналған аздаған бөлігінен басқа бүкіл түнді құлшылықпен өткіз. Түннің тең жарымын құлшылықпен өткіз. Не болмаса, одан аздап қысқартуыңа болады. Яки жарымынан асып құлшылық етсең де болады. Сондай-ақ, мәнеріне келтіріп, һәм мағынасына терең үңіле отырып, байыппен Құран оқы. Шүбәсіз біз саған өте ауыр әрі қасиетті сөз, яғни уахи түсіреміз. Шүбәсіз түнгі құлшылықтың адамның зейініне, жүрегі мен рухына әсері әлде қайда күшті. Сондай-ақ, түн оқу, оқылғанда тыңдау, һәм түйсініп, көңілге тоқу тұрғысынан өте берекелі, өте тиімді. Ал күндіз атқаратын шаруаң шаш-етектен. Раббыңның атын үнемі жадыңда ұстап, күндіз түні аузыңнан тастамай зікір ет, һәм оған жан тәніңмен бет бұр. Ол шығыстың да, батыстың да Раббысы, одан басқа тәңір жоқ. Ендеше оған ғана тәуекел етіп, оны ие тұт. Мүшриктердің айтқан сөздеріне барынша сабыр ет. Олардың сөзін де, ісін де көңіліңе алма. Ендеше оларды жайына қоя бер. Сөйтіп олармен қатынаста арақашықтық сақтай отырып, өз міндетіңді атқара бер. Біз нәсіп еткен ақыл-тегіл нығмет ішінде шалқып жүріп, сені һәм қасиетті дағуаңды жалғанға шығарушы кәпірлерді маған тапсыр. Сөйтіп оларға біраз мұрсат бер. Өйткені біздің дәргейімізде оларды сарыла күткен бұғаулар мен жалын атқан жаһаннам бар. Оған қоса, өңештен өтпей тұрып қалатын тағамдар мен жан төзгісіз азап бар. Сол күні жер мен тау-тастың бәрі қатты шайқалады. Таулар үгітілген құм үйінділеріне айналады. Уа адамдар, расында біз сендерге бүкіл істеріңе, әсіресе хақ дінге деген қарсылықтарың мен күпірліктеріңе куә болатын елші жібердік. Кезінде Перғауынға да дәл сондай елші жіберген едік. Алайда Перғауын ол елшіге қарсы келді, мүлде бағынбады. Сол үшін біз оны бас салып, оңдырмай жазаладық. Бүйтіп күпірлікте табандайтын болсаңдар, жас балалардың өзін шашына ақ түсіріп қартайтып жіберетін алапат күннен қалай сақтанбақсыңдар? Ол күні аспан жарылады. Алланың уағдасы сөзсіз орындалады. Шүбәсіз бұл игі насихат, һәм ескерту. Ал енді қалған жан өзін Раббысына жеткізетін жолға түседі. Раббың кейде түннің 3/2-сіне жуығын, кейде тең жарымын, кей кездері 1/3 бөлігін құлшылықпен өткізетініңді, сондай-ақ қасыңдағы кейбір мүміндердің де солай істейтінін біледі. Түн мен күнді жаратып, екеуінің мерзімін белгілейтін бір Алла. Уа мүміндер, Алла сендердің түнгі құлшылықты қаза қылмастан өтей алмайтындарыңды білгендіктен, сендерге шарапаты мен мейірімін төгіп, кеңшілік һәм жеңілдік жасады. Ендігі жерде түнгі құлшылықты Құраннан өздеріңе жеңіл тиетіндей мөлшерде оқып өтеңдер. Араларыңда науқастардың болатынын, кейбіреулеріңнің Алланың шексіз шарапатынан несібез деп жер әлемді шарлайтынын, енді біреулердің Алла жолында жауапкершілікке шығып, бел шешпей жортуылдап жүретінін Алла біледі. Ендеше Құраннан өздеріңе жеңіл тиетіндей мөлшерде оқыңдар. Алайда қандай жағдайда болмасын, намазды кемеліне келтіріп, үзбей әрі уақытылы оқыңдар. Зекетті толық беріңдер. Сонымен қатар, мал дүниелеріңнің бір бөлігін Алла разылығы үшін дін жолында және мұқтаждарға жұмсау арқылы Аллаға көркем қарыз беріңдер. Естеріңде болсын, өздерің үшін о дүниеге нендей сауап жолдайтын болсаңдар, оны Алланың дәргейінде орасан зор болған һәм еселенген үстіне еселенген күйде көресіңдер. Алладан ұдайы кешірім тілеңдер. Шүбәсіз Алла
ғафур, өте кешірімді, рахим, әсіресе мүмін құлдарына ерекше мейірімді.